талантты тәлімгермін, жас ұланға жанымда жақын дермін, мейірімім төгілер шәкірттерге, ұрпағымын қазақтай батыр елдің. Мен көп жасар Гүлмира, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Нығметулла Кекбаев атындағы мектеп гимназиясының аға тәлімгері болып, 2020 жылдың қазан айынан бастап жұмыс жасаймын. Шәкірт қабілетін жан-жақты дамытып, шығармашылық ізденімпаздығын ұштай білу үшін тәлімгер өзі шығармашыл тұлға болуы тиіс. Жалпы тәлімгер жаңа ғасыр тәлімгеріне сай болу үшін ізденімпаз ғалым, нәзік психолог, жан-жақты шебер, тынымсыз еңбекқор, терең қазыналы білімпаз, кез келген ортаның ұйытқысы болуы тиіс. Ой түзейді жас ұлан маған қарап, бой түзейді жас ұлан маған қарап, мен қаншама биіктеп өрге шықсам, қойылады соншама маған талап. Сәлеметсіздер ме? Мен өз мектебімде 2018 жылдан бері ұланбасымын. Жас ұлан ұйымымен бірге көптеген жетістіктерге жеттім. Біздің ұйымымыздың мақсаты жас азаматтарды еліміздің патриоты етіп тәрбиелеп, отан сүйгіштікке, білімге құштарлыққа, өзгерістерден қаймықпайтындай етіп, адамзаттық құндылықтарымызды және ұлттық дәстүрімізді қалыптастыруды көздейді. Көп білуге ұмтыламыз, өнері білім ғылымға. Кеудемізде ар мен намыс жетелейді біз далға. Демекші біз жас ұлан ұйымының жас мүшелері Қазақстан Республикасының өсіп өркендеуіне, әсемденіп гүлденуіне өз үлесін қосып келе жатқан жастарымыз. Қазақстан Республикасының туының түсінде галстук тағу керек және республикамыздың мемлекеттік нышандарын құрметтеп, мемлекеттік әнұранды жатқа айту керек. Аудандық дарындылар әлемі атты ұлттық аспапта күй орындап, онлайн қатысып, жүлдеде 2-ші орынды иелендім. Білем көкіректі нәр деп біл, жігер жалынды отты жыр деп біл, айтылған мақсат талап ережелерді орындауға бәрінде міндеттісің. Жас ұлан ұйымының мүшесі, отанның адал азаматы, отанның тәуелсіздігі мен бостандығы үшін күресуші азамат. Біз республикалық бірыңғай жас ұлан балалар және жасөспірімдер ұйымының қатарына кіре отырып, отанымыз Қазақстан Республикасының патриоты, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге, туған еліміз, жеріміз, отанымызды мақтаныш етуге, ата-анамызды қадірлеуге, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге, білімге табандылықпен ұмтылуға, табиғатты аялауға, жас ұлан ережелерін бұлжытпай сақтауға және оны өз достарымыздан талап етуге, біз жерлестеріміздің даңқты ерлігі, өнегесі негізінде ерлікке үйренуге және отанға шексіз қызмет етуге ант етеміз. Ұйым жұмысынан күтілетін нәтиже. Қоғамдағы өзгеріске бейімделген әлеуметтік жеке тұлғаны қалыптастыру. Қоғамдағы бірлестіктің ғылыми әдістемелік қызметтерін жандандыру. Тәрбиелік оқыту бағдарламасын тиянақты өткізу. Ұйым жұмыстарын бақ арқылы кеңінен насихаттау.